Сәлем достар, бізде бір барнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен қазір салат жеп жатырмын мына жерде. Және де ертең біз уже боталармен бірге кездесетін боламыз. Қазір енді мен мына жерде салатын жеп, қазір ұйықтайтын боламын. Содан кейін ертең мен сіздермен бірге боталармен бірге, ғанилермен бірге влогымды бастаймын. Өйткені не болған? Қазір енді мен жатамын, содан кейін мен сіздермен ертең уже влогты бастаймын. Все, давайте, маған қайырлы түн. Короче, достар, біз міне Ғайни, Бота и мен үшеуміз шықтық. Қазір біз метродамыз, таксимен метроға дейін жетіп алдық. Қазір қайда барамыз, мен вообще білмеймін. Қайда барамыз қазір? Кафе неделю. Кушать. Неужели? Біз кеше, но Бота вообще кеше нормально тамақ жеген жоқ, потому что она пахала. Енді біз қазір сол кафеге барып жатырмыз. Ой. Что, достар, жаңа жылға орай. Короче, достар, мені бесікті. Қазір енді біз қайда барамыз? Мен забыла. Кафеге? Бірінші кафеге барамыз. Сосын білмеймін, киноға ма? Вообще біз басында медеуге барамыз дегенбіз, но біз медеуге бару үшін сағат 9-да тұруымыз керек болған. Бірақ біз сағат 1-де тұрдық өзіміз. Сол үшін не получилось. Достар, біз, короче, бір кафеге келдік. Ғайни өзіне завтрак алады. Думает. Ты передумала уже? Ал мен өзіме әрине мынаны аламын. Вот. Қазір енді Бота тоже таңдайды. Осында бір кафеға келдік. Бота роза вообще. Нет, у меня комплименты, у меня розы положили. Ой, хорошо, да. Бізге пока что лимонад қана келді. Менде осындай бургер, почему-то чуть-чуть негр бургер и осындай аппақ снежинка фри. Ғайниде мынандай. Мынау не вообще аты? Короче, білем. Ботадан андай. Макарон с сыром. Осылай достар, біз тамақ жеп алдық. Осындай соғық лимонад заказ бердік. Мен әрине чизбургер заказ бердім. Это без этого никак. Сондықтан да мен күшті қылып Ботаның Ғайнидың тамағын және өзімдікін дәмді қылып жеп алдым. Маған ұнады. Короче, достар, болды, біз барлығын оплатили. Енді біз қазір қайда шығамыз? Достық база. Сосын менің бургерімді қазір желінбей осындай с собой үлкен коробкаға салдырып алдым. Сумкаға саламын десем, үлкен коробкаға салып берді. Аяқта адамдар қараңыздар, ужасынан ішінде біреуі Бота, короче. Ал Ғайни уже өзіне бір нәрсе алды. Короче, достар, Короче, достар, Бота и Ғайни, конечно же, новый заттар алды. Надан бірінші осындай бір карандаш, екіншісі ешкім. Мынандай карандаш, бұл неге қоңыр түсті ма? Ну-ка, сеніңдеш. Потом Графит не почти. Потом мынандай Ботанікі, не? Вивен Сабон. А? Тональник. Тональник Вивен Сабон. Қатты мұз жүрме, да? Қатты мұзлар. Новый. Потом мынандай бір помада. Ашасың ба? Аша берем, аша. Бұны тоже сен алдың ба? Ну, сен алсам да екеулерінен всегда общий болады, по-любому. Ну, у него же карандаш есть, и вот это будет слишком светло, она им не пользуется. Енді сенде толтыр еді ғой. Давай попробуем. Романс ба қандай еді? Дай подожди, я сама сначала. Еще мен үш кола и фри заказ бердім. Күтеміз. Болды осымен. We never cry. Сәлем достар, бәріңізге достар. Бүгін мен влогымның екінші күні. Бүгін енді достар, кеше біз боталардікіне бардық. Сосын бізде боталар бүкіл туысқандарға шақырып, короче, бәрімізді
боталардың жиналдық. Енді бүгін біздің үйімізге жиналамыз. Сондықтан да мен қазір сіздерге Мұстафаның жылап жатқанына мән бермеңіздер. Мен қазір сіздерге қалай қонақтарға дайындалатынымды көрсететін боламын. Яғни үй жинаймыз. Негізі біз кеше үйдің барлығын жинап қойғанбыз. Просто бүгін присутствовать тамақтардың бәрін дайындаймыз. Сондықтан да мен сіздерге барлығын көрсететін боламын. Сіздерге енді осы видео тағы да ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз енді қонақтарға дайындалып бастаймыз. Міне достар осындай. Бұл Мұстафаға, Тайтайға, қазір мен сіздерге полны көрсем. Міне мынандай. Қадамың құтты болсын. Вау, еще мынандай. Мына жерде бізде пышағы и жібі, сосын мынандай ленточка. Осындай қазір Мұстафаның Тайтай деп тұсауын кесетін боламыз. Яғни достар, біз қонақтардың барлығын осы тұсаукесерге шақырайын деп жатырмыз. Сондықтан да осындай қазір енді Мұстафа бүгін иншалла жүріп кетеді. Осындай үлкен, бәріміздікінен осындай десең шығар. Осындай король типа. Мынандай мне бантикпен осындай жібі и пышағы анау ашылады екен. Кестіртіп алсай сенің тұсауыңды. Мұхаммед сені кеспей қойшы тақылып. Короче, достар, біз күні бойы бүгін пахать ететін боламыз. Және де Мұстафаға кәдімгідей внимание жетпей жатыр, жылап жатыр, ана жақта жаман жылап өкіріп жатыр. Сондықтан да білмеймін. Біз жаңа магазинге барған кезде бүкіл заттарды алып келгенбіз. Сосын әрине де сок аламыз. Қазір мен согымды ішіп, тезірек присутствайтын боламын. Қазір мен бүгін бүкіл үйді присутстваймын. Содан кейін пол жуатын боламыз. Сондықтан да кеттік. Короче, достар, осылай мен присутствуюды бастап кеттім. Мынандай обычный присутствиемен осындай залдың жартысын присутствовать бастадым. Именно жарты жағын. Артқы фонда, яғни кухняда мамам емес, нағашы апам және де екі повар апай тамақтармен алысып жатыр. Ана жерде мамам тоже жинастырып, баламен алысып жатыр. Бәріміз, короче, ужас шаршадық енді, но осылай мен залды присутствовать еттім. Сосын достар, мен осындай прихожияға өттім. Біз аяқ киімдер қоятын жердің барлығын сүрттім. Осылай себебі барлық аяқ киімдер балшық болып келіп сразу мына жерге қойған кезде ужас болады. Сондықтан да сүртіп, қайтадан аяқ киімдердің бәрін осылай жайғастырып қойдым. Осындай бізде бірінші полка өте әдемі болды. Сосын бізде сразу пылесос. Мен енді екінші пылесоспен присутствовадым. Бұл пылесостың айырмашылығы сразу полды жуады. Сондықтан да вообще өте удобно. Но осыдан кейін мен по-любому келіп андай обычный тряпкамен полды жуып шықтым. Сосын осындай клемді присутствовадым. Вообще мен клем присутствовағанды жек көрем, но осылай присутствовауға тура келді. Осы жерді мен сразу болып, сразу детскийға өттім. Детскийдің тек партасын ғана жинадым. Себебі кеше біз барлық шаңын сүртіп қойғанбыз. Сондықтан да осындай обычный присутствиемен барлық жерде присутствовать шықтым. Бұл енді бізде детский қатты шашылатын бөлме. Сондықтан да бұны енді прям күштіреп присутствовать керек, өйткені бүкіл балалар бізде төртеуміз де бесеуміз де осы детскийда өмір сүреміз. Сондықтан да осы бүкіл жерде присутствовадым. Содан кейін лақтырып жіберіп, присутствовать жинап тастап, сразу мен полды жудым. Пол жуатын жер аз, сондықтан да мен тез полды жуып, шаршап демалдым. Достар, енді мен уже бүкіл үйді присутствовать шаңын полын жуып, короче, бәрін сіп қойдым. Енді қазір менде почти бос уақыт, себебі Мұстафа ұйықтап қалды неужели. Сондықтан да мен қазір Құран оқи тұрамын. Сол қазір енді мамамдар әлі ана жерде столды дайындап жатыр, ал мен енді істеп болған кейін кішкене бір жарты сағат жата тұрамын. То есть оқи тұрамын. Содан кейін мен сіздерге столды көрсететін боламыз. Қазір вообще қандай стол, қандай дастархан болады, сосын сіздерге көрсетемін. Сосын достар, мен осылай отырып Құран оқып тастадым. Міндетті түрде мен шоколад жеп алдым Құран оқып отырып. Енді мен Құранды ұмытып қалмау үшін әрине повтор жасап жүрмін. Сондықтан да осылай шоколад жеп Құран оқып демалдым. Мына достар, біздің дастархан. Неше адамға дастархан жасадық деп ойлайсыздар? Тоже комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Осындай бізде жемістер, түрлі пирожки, самса, мына жерде салаттар, неше түрі, булочка. Короче, барлығы тұр, прям өте күшті. Соктардың да неше түрін алдық. Осылай прям отырып, біздің қонақтар мына жерде тамақ жейтін болады. Надеюсь, оларға ұнайды. Достар, короче, біз Мұхаммедшамен екінші рет магазинге шықтық. Жаңа бірінші рет шыққан, біз ұйқыдан тұра салып, ал енді қазір уже кішкене осознанный настроймен біз магазинге барып жатырмыз. Қазір ол жерден бізге салфетка керек, короче, ферри керек и кесе керек почему-то. И соларды қазір біз іздеуге бара жатырмыз охотаға. Охотник.
за привезениями. Короче, достар, осындай біз кеселер алдық жаңа магазиннен. Андай, білмеймін енді, сорпа ішкенге, чай ішкенге осындай 6 штук. Тағы да, бұдан бөлек тағы да 6 штук басқа кеселер алдық, бірақ олына посудомойканың ішінде. Қараңыздар, достар, мен әжеге ничего не ставить деп жазып кеткем ғой. Кебу керек деп, мынау кебу керек деп жазып кеткем, ешнәрсе қоймаңдар деп. Мынау просто су болып тұрған ғой. Сөйтсем Аружан бүйтіп жазып кетті. И да, мне пофиг, ведь я bad girl, тура тупа. Короче, осындай. Мыналардың барлығы кетті. Қазір енді до конца ыдысты жинап тастау керек. Достар, бізге, короче, қонақтар осындай күшті подарок беріп жатыр. Қараңыздар. Бойна, ол деп жазып тұр. Қазір мен сіздерге көрсетсем, распаковка түсірем, бұның ішінде не бар. Біріншісі осындай киндер Макси, короче, осындай микс. Мен бұл миксті кеше бізде боталардың үйлеріне барған кезде біз боталарға осындай бергенбіз. Но мен ішінде не бар екенін көріп үлгермей қалдым. Короче, мен сіздерге сосын көрсетем, ішінде не бар екен. Уже барлығы біліп алған шығар, ішінде не бар екен. Осындай ойыншық бар бірінші. Сосын тағы да киндердің бір ойыншықтары бар шығар. Ой, тәттілер бар шығар осындай. Осындай бірінші киндер микс. Сосын бізде прикиньте, блин, Мерси ең үлкен осындай. Білмеймін енді. Мен Мерси қатты жақсы көремін. Кстати, осындай. Алла. Осындай бізде вкустар бар. Менің ең сүйікті жақсы көретін вкусым ол осындай орехпен жасыл. Сіздердікі қандай, осының ішіне жазып кетіңіздер міндетті түрде. Так, келесі бізде Алла, не болған маған? Короче, екі осындай Милка шоколад үлкен. Біріншісі осындай карамельмен бар. Я карамельмен осындай. И екіншісі мен оны бірінші рет көріп тұрмын. Прикиньте, бұл немен клубникамен. Осындай. Мен вообще бірінші рет көріп тұрмын бұны. Ну ладно. Сосын бізде тағы да Милка. Осы Милка мен қатты жақсы көремін. Білмеймін, бүкіл мамамның бір празднигі болсын, всегда осыны беремін. Ну, всегда емес, ладно, иногда. Осындай. Мына жерде еще, оказывается, жазуға болады екен. Прикиньте. Короче, ішіне мне смс жазып сөйтіп сыйлауға болады екен, оказывается. Но мен білмеймін қалай, но ладно, осындай, короче, конфеттер. Сосын бізде тофифи. Мен ең сүйікті шоколадтардың бірі тоже тофифи. Білмеймін неге, но тофифи маған ең қатты ұнайды. Себебі ішінде орешкалар да бар, карамель де бар. Вообще ең менің сүйікті конфетім, наверное, осындай. Сосын бізде өте көп мынандай кішкентай конфеттер. То есть шоколадтар. Қараңыздар, ё-моё. Болды, осымен болды. Мына жерде мынандай Milky Way'лар. Бұлар деген андай обычный емес. Мен алдыңғы видеоларымда да осындай туралы көрсеткенмін. Осындай палочкалар, тоже өте дәмді екен. Алдында жеп көрген кезде. Осындай 4 Milky Way. Так, сосын 4 Twix. Тоже мынандай палочкалармен. Так, сосын тура сондай Bounty. Төртеу тоже. Осындай бізде өте күшті сюрприз болды, подарок болды, маған қатты ұнады. Сіздерге ұнады деген үміттемін тоже. Енді қазір мен дальше ыдыс жууға кеттім. Сіздерге бәріңізге рахмет осы жерге көргендеріңізге. Қазір бізде уже кеш болды, түн болды, почти сондықтан мен осымен сіздермен өзімнің 2 күндік влогымды аяқтаймын. Осы влогта біз сіздермен қонақ күттік және міндетті түрде боталармен далаға шығып келдік. Олай болса, достар, осымен мен видеомды аяқтаймын. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, достар. Олай болса, осымен мен видеомды аяқтаймын. 1, 2, 3 аяқтаймын. Сау болыңыздар.